Ассалаумағалейкум. Алдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Бүгінгі тақырып дұға туралы болады. Яғни дұға өмірімізді өзгертеді деген сөз. Бір күні Мұса алейхиссаламды білесіздер, Алламен тікелей сөйлескен Аллах тағаламен. Сол Мұса алейхиссаламға бір әйел келіп, пайғамбар, Алладан сұрап берші, перзент сұрап берші маған дейді. Мен қанша жыл болды перзентсіз жүрмін дейді да. Соменен пайғамбарымыз Алладан сұраған кезінде Аллах тағала айтады, мен ол әйелдің яғни маңдайына, яғни өміріне, тағдырына перзент жазбаған. Яғни ол әйел перзентсіз өтеді деп жазғанмын дейді да. Перзентсіз өтеді ол әйел адам дейді. Сонда жаңағы пайғамбар жаңағы әйелге айтады, осылай деп айтты деп. Содан кейін ол әйел қайтып кетеді да. Енді сөйтіп біраз уақыттан кейін, біраз жылдардан кейін жаңағы Мұса алейхиссалам жаңағы әйелді күйеуімен бірге көріп қалады. Қолында бөпесі бар. Сонымен сұрайды, кімнің бөпесі деп. Сол кезде менің бөпем дейді. Қалай сонда сен туа алмайтын едің ғой десе, жоқ, мен Аллах тағала берді маған дейді. Содан кейін Мұса алейхиссалам Алладан сұрайды, иә Аллах тағалам, сен перзент сүймейді, тағдырына солай жаздым деп айтқан едің, сен барлығын білушісің ғой деген кезінде дұғалар, ол маған Аллах тағала айтады, ол әйел көп дұға қылды дейді. Тоқтаған жоқ дейді. Соны білсе де Аллах тағала дұға қыла берген, үмітін үзбеген, Аллах тағала беретінін білген, сезген. Содан кейін Аллах тағала ол әйелге перзент берген екен. Кешіріңіздер. Содан кейін бүгінгі тақырып осы дұға жайында болады. Яғни дұға біздің өмірімізді өзгертеді, тағдырымызды Аллах тағала өзгертеді екен. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, дұға тағдырларды өзгертеді деп. Өміріңді жалғыз ғана дұғалар өзгертеді деді. Жалғыз ғана дұға біздің өмірімізді өзгертеді екен, тағдырымызды. Басқа еш нәрсе өзгерте алмайды. Яғни біз дұғаны кімге айтамыз? Аллаға айтады екенбіз. Мысалға, біреу бай болады, біреу кедей болады, біреу ата-анадан жетім болады, біреу ата-ананың алдында майсырап жүреді, яғни ата-ананың қадірін білмейді. Біреу мүгедек болады, біреу перзентсіз болады, біреуде қайғы, жақыны қайтыс болды. Және де бұның барлығына иман келтіру керек екенбіз. Яғни сіздің өміріңізде қандай да бір жағдай болса, қандай да бір қиындық болса, қандай қиындық ол сіз өзіңіз білесіз. Соған иман келтіруіміз керек екен. Яғни альхамдулилля, Аллаға шүкір деп иман келтіруіміз керек екен. Біздің өміріміз қандай болатынын білмейміз. Алдымызда не болатынын бір Алла ғана біледі. Енді біз қалай дұға қыламыз? Я Аллахым, менің алдымда, тағдырымда, өмірімде не болатынын мен білмеймін. Енді біз қалай дұға қыламыз да? Осы дұғаны оқып беріп жатырмын. Я Аллахым, менің алдымда, тағдырымда, өмірімде не болатынын мен білмеймін. Қандай да бір жаманшылық болатын болса, соны жақсылыққа көшіре көр дейді. Біз Аллахқа дұға қылып жатырмыз. Алдымызда қандай да бір жамандық болса, соны жақсылыққа айналдыра көр. Аллах тағала біледі біздің алдымызда не болатынын. Аллахым, имансыздықтан өзің сақта, парақорлық, нашақорлықтан, зинақорлықтан өзің сақта. Өзімді және бала шағамды, балдардың әкесі жұбайымды, ағайын туыс дос жаранымды өзің сақтағың. Аллах тағалам, бала шағаларымызды біз көп дұға қылайық. Я Аллах тағалам деп бала шағамызға көп дұға қылайық дейді. Ал егер сіз жалқау болсаңыз дейді, жалқау. Ол өте қатты жалқау болған, ол өте дұрыс емес дейді. Ол өте өзіңізді
Қатты жалқау болған өзіңізді қалай айтсам болады, сіздің мынау бүкіл тұла бойыңыз, өмірге деген құлшынысыңыз, мына жүрек, аллаға деген шүкіршілік, мына жалқаулық деген бар ғой, соның барлығын тамырын үзіп тастайды жалқаулық деген. Тек қана төсек жата бересің, ештеңе ішкің келмейді, ештеңе жегің келмейді. Тәтті тамақ жегің келеді. Әрине оны өзің таппайсың, біреудің тапқанын жейсің. Жалқау деген негізінде мына көзіңді, денеңді былайынан қатырып тастайды ғой негізінде жалқаулық деген. Ол негізі дұрыс емес. Тіпті сол жалқаулықтан дейді, адам намаз оқи алмайды дейді, намаз оқитын адамдарға, намаз оқи алмай жүрген адамдарға айтатын болса, намаз оқы деп, жалқауланады. Себебі ол таң атпай тұру керек та, намаз оқу керек. Одан кейін 5 уақыт намазына көңіл бөлу керек. Кешіріңіздер, бүгін ерте тұрған едім. Себебі ол намазға тұрғысы келмейді, яғни таңғы намазға тұрғысы келмейді, 5 уақыт намазға көңіл бөлгісі келмейді, уақыт бөлгісі келмейді. Бір сөзбен айтқанда жалқаулық та ол нәрсе. Аузубилляхи шайтан сыбырлайды, не қыласың, оқымай жүре бер, сен тастап кетсең вообще күнәға батасың дейді. Сөйтіп бізді арбап жатады. Ғалымдарымыз былай дейді, өмір бақи жалқау болу ол дұрыс емес дейді. Ол адам шайтанның құлы болып қалады дейді. Сөйтіп оны шайтан оңға да солға да лақтыратын болады дейді. Ол дұрыс емес дейді. Ал жалқау деп кімді айтады? Намазын оқыңқырап оқи алмай жүреді дейді да. Сондай адамды жалқау деп айтады екен. Яғни бір оқып, бір оқымай, бір оқып, бір оқымай. Кейбір халық айтады, бейнамаздан кей намаз жаман дейді. Бірақ бар ғой, бейнамаз жаман, кей намаз жақсы. Оған қарағанда дейді. Себебі ол анда-санда намаз оқыса да жүрекпен оқиды да ол адам. Және де Алладан жаңа перзент сұраған нені оқиғаны біз айтып өттік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай хадис айтады. Адам баласының күллі амалдары ең соңғы амалдарымен бағаланады дейді. Және де олай болса дейді, біз мысалға құлшылық жасаймыз, осы адам өлетін кезінде айтады ғой, өлетін кезінде ең соңғы күндер сіз қалай өмір сүрдіңіз? Құлшылыққа қай жағынан бет бұрдыңыз? Құлшылыққа қай жағынан бет бұрдыңыз? Сол амалмен есептеледі екен. Яғни қайтыс болған кезде. Менің бір класстасым бар тұғын, сол қайтыс болған кезінде бір жылдай ма намаз оқып жүрген тұғын, бірақ ол менің класстасымды ұл бала атып кеткен тұғын да, есігінің алдында. Мен бірақ есімде де ол намаз оқитын, біздің көршіміз еді да, содан кейін ол айқайлап тұрып азан шақыратын. Енді аллаху әлем не болып жатқанын, бірақ өліп жатқан адамның ең соңғы амалмен есептеледі екен. Бір күні бір Египетте бір ер адам қайтыс болып жатқан кезінде мұсылман. Ол футболды өте қатты жақсы көрген екен. Сол кезінде өліп жатқан кезінде ля иляха илlallah деп айт десе, жоқ, ол жаңағы Бекхэм бар ғой, Бекхэм футболист. Соны Бекхэм гол деп сөйтіп өліп кеткен екен да. Соны футболкасын киіп, сондықтан біз өмірімізді осындай болмашы нәрселерге, казиноға, ойындарға, сондайдан қалай айтсам болады, құлшылықтан тыс, алладан тыс, діннен тыс нәрсеге біз көңілімізді бөлетін болсақ, өлетін болсақ, мысалы арақ, Құдай сақтасын, өмір бақи ішіп жүрген адам, ол аузындағы арағымен өліп кетуі мүмкін, Құдай сақтасын. Ал Құдай сақтасын, аузындағы арағымен өліп кеткен, постоянно ішіп жүрген, аузында арағымен өліп кеткен адамдар тозаққа дейді да, Құдай сақтасын. Сондықтан сол исламнан тыс, намаздан тыс нәрсеге біз көңілімізді бөлмеуіміз керек екен.
не нәрсе жасап жүрсек те, осы егер біз осы иманымызды, құлшылығымызды, дұғамызды қылып жүретін болсақ, иншалла біздің өміріміздің соңында Аллах тағала иншалла дәмді қылады. Ақыреттегі өмірімізді иншалла дәмді қылады. Мен қазір бұл видеом 10 минуттан асып жатыр екен. Мен қазір осы видеом бітеді да, қазір екінші видеода мен ұзақ дұға қыламын. Дұға, енді бұл дұғаның ішінде енді барлық дұға бар. Жазып алам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Жазып видеоны тоқтатып. Мына қараңыздар, мен мына дәптерге енді мынаның бәрі дұға мысалға. Бәрін жазып алдым. Еще бұл емес, еще бұл 5-6 парақтық дұғада мен бұны видеоның астына сыйдыра алмаймын. Мен дәл қазір осы видеоны өшіріп келесі тағы бір видео бастаймын. Сол кезде осы дұғаны мен оқып беретін боламын. Сіздер тоқтатып жазып алсаңыздар, нұр үстіне нұр. Бұл дұғаны қолдарыңыз босаған кезде хотя бы аптасына бір намаздан кейін оқып, немесе таң намаздан кейін оқып тұрсаңыздар болады. Арабша емес, қазақша дұға. Иншалла мынаның мағынасын түсінсеңіздер өте керемет. Келесі кездескенше, мына мен каналымда сау саламат болыңыздар. Маған лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, міндетті түрде жауап беріп жатамын.